Саламатсыздар ма, балалар? Сабақты біз бастаймыз. Қазақ тілі сабағы. Дәптерімізді ашып жазамыз. 15-ші сәуір. Аптаның 3-ші күні. Сәрсенбі. Среда. Сәрсенбі. Сабағымыздың тақырыбы «Сен не ішесің?» Видеоны паузаға қойып, дәптерге жазамыз. Сабағымыздың мақсаты «ың» әрпімен танысу, сусындардың атауларын білу. Сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Шай, шай, чай. Ішемін, ішемін, пью. Ішпеймін, ішпеймін, не пью. Видеоны паузаға қойып, дәптерге жазамыз. Жаңа сөздерді менімен бірге қайталаймыз. Повторяем за мной. Шырын, шай, су, сүт. Ішемін, ішпеймін. Жарайсыңдар, балалар, өте тамаша айтып шықтыңдар. Балалар, тыңда, қайтала. Слушай и повторяй. Қайтала. Г бойынша сөйле. Мынау су. Мен су ішемін. Мынау шай. Мен шай ішемін. Мынау шырын. Мен шырын ішемін. Өте жақсы, балалар. Енді қайталаймыз. Мынау су. Это вода. Мен су ішемін. Өте жақсы. Мынау шай. Мен шай ішемін. Я пью чай. Мынау шырын. Мен шырын ішемін. Я пью сок. Мен шырын ішемін. Жарайсыңдар, балалар. Сендер керемет айтады екенсіңдер ғой. Есте сақта, запомни. Мен су ішемін. Я пью воды. Су ішемін. Ішемін, пью. Если ішемін, будет галочкой. Ішемін, пью. Мен су ішпеймін. Крестик. Ішпеймін, не пью. Ішпеймін. Өте жақсы, балалар, жарайсыңдар. Мен су ішпеймін. Мен сүт ішемін. Мен шырын ішпеймін. Мен шай ішемін. Это пример. Енді, балалар, біз бүгін «ың» әрпімен танысамыз. Это буква «ың». 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 «Ың» дауыссыз дыбыс. Согласный. Дауыссыз. «Ың» әрпі сөздің басында жазылмайды. Он не пишется в начале слов. Не пишется. Сөздің ортасында немесе соңында жазылады. Пишется в середине слов или в конце слов. Понятно? Түсінікті ме, балалар? Жарайсыңдар. Мысалы, например, шаңғы. Шаңғы. Қоңыр. Коричневый. Қоңыр. Бәтеңке. Бәтеңке.
ың әріпі. ың. Шаңғы, бәтеңке, қоңыр. Бұл баланың есімі Аңсар. 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 Жарайсыңдар, балалар. Енді 22-ші бетті ашып жазамыз. ың әріпі. ың. Аңсар. Шаңғы, қоңыр. Пешім. Екінші тапсырма. Жаз. Пешім. Үшінші тапсырма. Жаз. Если галочка, вы пишете слово «ищемін». Если крестики, мы пишем слово «ішпеймін». Ішемін – пью, ішпеймін – не пью. Төртінші тапсырма. Тыңда, белгіле. Вы отмечаете галочкой, если ищем, если пью, отмечаете галочкой. Если не пью, ішпеймін, тогда крестик. Слушаем вместе, тыңдаймыз. Үшінші тапсырма. Слушаем. Менің атым Әсет. Мен шырын ішемін. Менің атым Әсет. Мен шырын ішемін. Менің атым Арман. Мен сүт ішемін. Менің атым Арман. Мен сүт ішемін. Менің атым Мақсат. Мен су ішпеймін. Менің атым Мақсат. Мен су ішпеймін. Менің атым Айгүл. Мен шай ішпеймін. Менің атым Айгүл. Мен шай ішпеймін. Орындап болдық па, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Тамаша, керемет. Үйге тапсырма, видеороликтегі барлық тапсырмаларды орындап, маған WhatsApp арқылы жібер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар. Goodbye.